көздің көруін қалай жақсартуға болады? Біз қоршаған ортадағы ақпараттың 90%-ын көзбен қабылдаймыз. Себебі көз адам жанының айнасы. Бүгінде техника мен технологияның дамыған заманы болғаннан кейін адамдардың басым бөлігінің көздері нашар көреді. Осы орайда біз көз аурулары, оны емдеу жолдары, көз гигиенасы, көз массажы мен көз жанарын қалай жақсартуға қатысты маңызды сұрақтар төңірегінде ақпарат айтатын боламын. Сәлем достар, каналға қош келдіңіздер. Видеоны бастамас бұрын каналға тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Ендеше бастайық. Бірінші тақырып: көз гигиенасы. Күнделікті өмірде денсаулықты сақтап, оны нығайтуда, жеке бас гигиенасын сақтау секілді адамның негізгі мүшелерінің бірі көзді де қорғай білу қажет. Ең алдымен көзге бөгде заттардың түсуінен сақтану керек. Міндетті түрде жұмыс орнындағы жарықты реттеп отыру маңызды. Жарық тым көмескі, әлсіз немесе тым жарық болса көздің нашарлауына келіп соғады. Жұмыс үстеліндегі шамның жарығы сол жақтан түскені абзал. Кітап, газет, журнал оқығанда іс тіккенде 30-35 см, теледидарды 3 метр қашықтықта көру маңызды рөл атқарады. Сонымен қатар әрбір адам ой еңбегі мен дене еңбегін алмастырып отыруы керек. Ішімдік пен темекі тартуда сіздің денсаулығыңызға, әсіресе көзіңіздің көру деңгейіне әсерін тигізеді. Таңертең тұрғанда бетіңізді жуумен қатар көзге сабын түсірмей жуу керек. Қазір кірпік жалғап алып, ол кірпігі түсіп қалады деп кейбір қыздар көздерін дұрыстап жумайды. Ол гигиенаға жатпайды және көздің жұмыс қабілетінің төмендеуіне әкеліп соғады. Сондықтан көз жанарын ерекше қорғауға кеңес беремін. Көз гигиенасымен қатар көру гигиенасы бар. Көз бұлшық еттеріне күш түсірмеу керек. Бүгінде техника мен технологияның дамыған заманы болғандықтан біз күні бойы компьютермен жұмыс істеп, смартфонды пайдаланамыз. Содан көзіміз шаршайды, ауыра бастайды. Бүгінде офтальмологқа тексеруге келетін балалардың 90%-ның көздері нашар көреді. Оған ең басты себеп көру гигиенасын сақтамау. Сондықтан офтальмолог белгілі бір шектеулі мерзімде ғана компьютер алдында отыруға, смартфон мен планшетті уақытпен пайдалануға кеңес береді. Бүгінде ғалымдар компьютерде отыру үшін шектеулі уақыт белгілеген. Жас ерекшеліктеріне байланысты 5-7 жас аралығындағы балалар компьютерді 10 минут қараса ол қауіпсіз болып саналады. 8-11 жас аралығындағы балалар үшін 15 минут қауіпсіз, ал 12-13 жас аралығындағы жасөспірімдер компьютер алдында тек 20 минут қана отырулары керек. Әрбір адам 30-40 минут жұмыс істегеннен кейін көзін міндетті түрде демалдыруы қажет. Ол үшін 10-15 минут аралығында көзге арналған түрлі жаттығулар істеу керек. Егер әрбір адам осы жаттығуларды үнемі жасайтын болса, көздің көру қызметі өз қалпын сақтап отырады. Білім беру мекемелерінде 45 минут дәрістен кейін міндетті түрде 10 минуттық үзіліс болады. Бұл да адам ағзасының шаршамауы үшін қарастырылған демалыс уақыты. Бүгінде көздің көргіштігін жақсартатын жаттығулардан көздің айналасына жасалатын массаждың бірнеше түрлері бар. Көз массажы қан тамырларымызды ашып, оның көру мүмкіндігін арттырады. Көз массажы маңдайға, қастың жоғарғы жағы мен төменгі жағына және көздің айналасы мен көз алмасына жасалады. Сонымен қатар көздің көруін жақсартатын ғалымдар ойлап тапқан арнайы массаж жасауға арналған ультрадыбыстық, акупунктуралық тағы да басқа құрылғылар да бар. Енді екінші тақырып: жиі кездесетін көз аурулары. Көз ауруларының түрлері көп. Оның ішінде жиі кездесетін көз ауруларына маусымдық аллергиялық конъюнктивит, астигматизм, миопия және гиперметропия жатады. Аллергиялық конъюнктивит деген маусымдық көз ауруы. Ол көздің шырышты қабығының аллергиялық қабынуы болып табылады. Қазіргі кезде көзін тексеруге келетін 10 баланың тең жартысы конъюнктивитпен ауырады. Бұл маусымдық аллергиялық ауру болғаннан кейін оны болдырмау мүмкін емес. Себебі ол қоршаған орта аллергиясы болып табылады. Аллергиялық конъюнктивиттің басты себебі аллергендер. Олар сан алуан шаң, тозаң, гүлдер, тіпті жануарлардың жүні мен терісінің бөлшектерінен пайда болуы мүмкін. Конъюнктивит көктем айларында басталып тамыз-қыркүйекке дейін созылады. Оны жеңілдету үшін көзге арналған арнайы препараттар мен тамшылар тағайындалады. Бұл аурудан арылу үшін теңізге баруға болады. Аллергиялық конъюнктивиттің туындауына жарық энергиясы, косметикалық және тұрмыстық заттар мен иондаушы сәулелер әсер етуі мүмкін. Алдын алу үшін аллергияны тудыртын заттармен байланысу мүмкіндігін төмендету керек.
Көздің нашар көруін миопия дерті деп атайды. Ол туа бітеді немесе уақыт өте келе пайда болуы да мүмкін. Көрудің нашарлауы көзге шамадан тыс артық салмақтың түсуінен пайда болады. Басты себептері монитор алдында ұзақ отыру, телефонға телміру, бөлме жарығының дұрыс болмауы және жазғанда оқығанда дұрыс отырмау. Дерттің белгілері байқалған сәтте бірден емделу керек. Одан бетер асқындырып алмас үшін көзілдірік немесе линза таққан дұрыс. Жалпы беретін кеңесім көзді жылына бірнеше рет тексеруден өткізіп отырған артықтық етпейді. Жиі кездесетін көз ауруларының бірі астигматизм. Ол көздің анық көрмеуі, яғни көз рефракциясының бұзылуы. Астигматизмді емдеу үшін көзілдірік қолданылады. Кей жағдайларда лазерлік және микрохирургиялық түзету жүргізіледі. Астигматизмнің алдын алу көздің арнайы жаттығуларымен және физикалық белсенділігімен алмастырылады. Астигматизм балаларда ерте мектеп жасында көрініс табады. Астигматизмге шалдыққан балалар әріптерді шатастырады және көру қабілетінің нашарлағанын өзі де сезіп шағымдануы мүмкін. Келесі гиперметропия, ол алыстан көргіштік. Әдетте бұл ауру көздің қарашығының дұрыс емес пішінімен байқалады. Гиперметропия 3 дәрежелі болады. Оны емдеудің түрлі тәсілдері бар. Қазіргі кезде гиперметропияны емдеуге хирургиялық операциялар, термокератопластика, термокератокоагуляция қолданылады. Келесі тақырыбымыз көзге лазерлі ота жасаудың пайдасы мен зияны. Бүгінде көзге түрлі лазерлі оталар жасалынады. Қазір ол тәсіл өте кең таралған. Отаның пайдасы мен зияны көздің жағдайына байланысты болады. Көзге жасалатын ота көздің қасаң қабығына жасалады. Сол қасаң қабықтың қалыңдығына көп нәрсе байланысты. Егер қасаң қабақ жіңішке болса, ота жасалынбайды. Себебі лазермен ота жасағанда қасаң қабақ жұқа болса, көздің көру қабілеті бұрынғыдан да төмендеп кетуі мүмкін. Көз жалпы өте нәзік мүше. Ал оның қасаң қабаты қағаз секілді өте жұқа. Сондықтан тек толық тексеруден өткеннен кейін ғана көзге ота жасалады. Егер көзіңіз ота жасауға сәйкес келсе, көру қабілетіңіз бұрынғыдан жақсарып 100% жақсы көріп кетуі мүмкін. Негізінен кез келген хирургиялық ота жасатқан адам үлкен тәуекелге барады. Отаның сәтті өтіп өтпеуі, ағзаның отаға әсері, оның ауру тудырғыш микробтарын жұқтыруы әбден мүмкін. Сондықтан барынша мұқият болып дәрігердің кеңесіне жүгіну қажет. Келесі тақырып көзілдірік пен линзаның артықшылығы мен кемшілігі неде? Мәселен, кейбір мамандық иелері үшін көзілдірік кию ыңғайсыздық тудыратын кездер болады. Ондай жағдайда адамдар арнайы контактілі линза киеді. Линзаны жарамдылық мерзімінен артық пайдалану, тазалық шараларын сақтамау көздің көру мүмкіндігін төмендетуі мүмкін. Сол сияқты көзілдіріктің шынысының сынуы, булануы немесе көз аумағын шектеуі де сіз үшін ыңғайсыздық тудыруы мүмкін. Адамның жасының үлкеюіне байланысты көздің көру деңгейі де өзгеріске ұшырап отырады. Көзілдірік пен линза көзді қалыпқа келтіру мен түзету жасаудың бір жолы. Контактілі линзаның күндіз және түнде киюге болатын түрлері бар. Линзаны ғылыми еңбектерде 12 жастан бастап киюге болады деп жазады. Бірақ кейбір жас өспірімдер контактілі линзамен жүргенін ұмытып кетіп, қолын жумай көзін уқалап қояды. Мұндай жағдайда көзге инфекция кіріп, кейін көзі іріңдеуі мүмкін. Сондықтан жас өспірімдерге 14 жастан бастап линза киюлеріне рұқсат беріледі. Сонымен қатар көз ауруларында тұқым қуалаушылық кездеседі. Алайда мұндай тұқым қуалаушылықтың кейінгі ұрпағына берілмейтін жағдайларда болады. Көзілдірікті таңдағанда оның линзасының сапасына мән берген жөн. Сонымен қатар көзілдіріктің жақтауының сапасы жоғары материалдан болғаны дұрыс. Көздің көруін жақсарту үшін арнайы көзге арналған жаттығуларды орындау керек. Бірінші терезенің алдына терезе әйнегінен 30-35 см қашықтықта тұрыңыз. Екінші терезе әйнегінен сырттағы объектіге 3-5 диаметр бір нүктені көздеңіз. Және де алысқа көп қараңыз. Үшінші көз алмасын сағат тілі бойынша және кері бағытта айналдырыңыз. Одан кейін жоғары төмен оңға және солға қимылдатыңыз. Әр жаттығуды күніне 2-3 реттен кем дегенде 6 рет қайталаңыз. Және де айта кетейін, автокөлік жүргізетін болсаңыз көңіліңіздің жақсаруына көмектеседі. Достар, бүгінгі тақырып осымен аяқталды. Азда болса ақпарат алды деген ойдамын. Каналға тіркеліп лайк басып қолдау көрсетіп кетіңіз. Келесі видеода көріскенше.